литастау аля зухурихи. Сендер ол көлікке мінген кезде, не түйенің үстіне, не жаңа жылқыға мінген кезде үстіне отырдыңыз, міндіңіз да. Ватаскуру ниғмата роббикум. Мінген бетте менің нығмет екенімді, менің нығметім екенімді еске ал дейді. Сол еске алуда жаңағы бисмилля деп мініп, альхамдулиллах үш рет айтып, Аллаху акбарды үш рет айтып, Али жаңағы радиаллаху анху солай істеп отыр ғой. Соны істеп, сосын жаңағы дұғаны айтады. Ватақулу, сосын былай деп айтасыңдар дейді. Зухруф сүресінде. Әшекейлер, дүниенің сән бұйымдары деген мағынада келетін сүреде өзі. Соның ішінде біреуі осы жылқылар екен мысалы. Соған мінген кезіңізде Субханаллази саххара лана хаза деген дұғаны айт дейді. Кемшілік сипаттардан пәк, жақсылығын аямай төккен Раббым, қарас. Сен ғой, сол Алла ғой дейді, осы жылқына, жаңағы түйені үстіне мінген кезде бағындырып берген дейді. Вама күнна лаху муқринин. Біз бұған жақындай алмайтын едік қой дейді. Алла Тағала қалай көрсетті бізге? Мысалы бір жаңағы атты мінуге үйрететін кезде Алла Тағала оған басында шене бой берме дейді. Бой бермейді ол. Сөйтіп адам жаңағы бір қабілеттерін салып сөйтіп атады енді ол. Өмірді реально қылады Алла Тағала. Қабілеттер салады, сөйтіп бүйтеді, жаңағы құлап түседі, нетеді. Сол адамның көңілін түсірмей үшін да Алла Тағала жылқыға бойсын дейді. Бойсын. Көндірдім ғой дейді адам. Құран айтады, ол Алла көн дегеннен көніп тұр ғой дейді саған. Әйтпесе сол өмір бақи солай істей береді дейді ол саған. Құр шүкір етсін деп. Сондықтан сен үстіне мінген кезде ұмытып кетпе дейді осы тақырыпты. Міне, пәк Аллам осыларды бізге бойұсындырып берген. Бұған жақындай алмаушы едік қой деп. Сосын мініп алған кезде құтырып кетпе дейді. Қарас. Мініп алған кезінде ва инна иля роббина ламунқалибун деп айт дейді дұғаның соңын. Және сондай-ақ біз Аллаға қарай домалаймыз деп айт дейді. Аллаға қарай қоныс аударамыз. Қайда шауып баратсаң да Аллаға қарай шауып баратқаныңды біл. Алдына ертең жолығуға бітті. Сонда әрбір нәрсені өзі үйретіп жатыр. Дұғада адам қалай нығметті таниды, Алланың екенін мойындап, қалай мақтайды, дәріптейді. Міне осындай аяттары Алла Тағаланың жылқыларды, мысалы айтайық, есектер, түйе, мысалы айтайық, қашыр, олардың барлықтары мінуге қолданылатын Алла Тағаланың жаратылыстары. Соның ішінде жылқыны арнайы атайды, ол сондай-ақ ол әсем дейді. Әсем нәрсе дейді. Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқан, жылқы негізі имам Ахмадта жеткен хадисте айтады, жылқы үш түрлі мақсатта тәрбиеленеді дейді. Біріншісі фарасун лир рахман. Рахман үшін тәрбиеленіп жатқан тұлпар. Екіншісі фарасун лил инсан. Адамның өз қызметінен ғана аспайтын, дүниелік тіршілігінен аспайтын, ақырет көзделмеген. Дүниемен жаңағыдай тіршілігімен, адамның өзінің пайдасына, қызметінен аспайтын, адам үшін ғана жаңағы арналған тұлпар дейді. Үшіншісі фарасун ли шайтан дейді. Шайтанға арналған тұлпар дейді. Тұлпарды мақсаттың қайсысына бағындырам десең де көне береді екен. Сондықтан сендерді еғіп қойғам дейді. Сен қарасаш, қай нәрсені қайда жұмсап отқаныңды дейді. Сонда рахманға арналған тұлпар деген не десе, ол фарасун юрбату фи сабилилля. Ол Алла жолында тәрбиеленіп жатқан тұлпар дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның заманында жауынгерлік, жаңағы Бәдір шайқасы, Ухуд шайқасы өздеріңіз білесіздер, исламды таратып жатқан кезең әлемге, жаңағы джихадтың Алла жолында дінді тарату деген нәрсе, мысалы жаугершілік заман болғаннан кейін тұлпар көбіне соғыстың арсеналы ретінде болды да, сахаба өзінің мініп жүрген нәрсесін жаңағылар бүйтіп жеп қою деген нәрседе болмайды ғой, қасындағы бір дос сияқты ғой ол. Кейін пайғамбарымыз Мединада рұқсат етілгеннен кейін жылқының етіне рұқсат етілді да, жаңағы 4 түлік малдың еті желінгендей жаңағы желіну үкіміне ие болды. Міне сол
тұлпарлар жаугершілік заманда. Сонда пайғамбарымыз мына сөзіне қараңыздар, енді таң қаласыздар. Жаңағы тұлпар дейді, рахман үшін арналған тұлпар деген сөз, ол Алланың жолында тәрбиеленіп жатқан, сол жолға ғана байланып тұрған ат дейді. Енді сауабын қараңыз. Фәәжруху сәмәнун. Егер де оны сатсаң дейді, бір жауынгерге, ақша саттың ғой, қолың ақша түсті, сол ақша үшін сауап аласың дейді. Ондай нәрсені көрдіңіз ба? Неге? Ол рахманға арналған тұлпар өйткені. Соның сатқан ақшасы үшін сауап жазылады дейді бір. Екінші, ва ариятуху ажрун. Оны біреуге жалға берсең де сауап жазылады дейді. Сондай-ақ оның баулуху ва русуху, оның әрбір түсіп атқан тезегі мен зәрі үшін де сауап жазылады дейді саған. Өйткені мақсаты айқын, ол бітті. Алла үшін аталған ат. Қараңыз, Алла Тағала үшін аталған нәрсенің несін қарасаңшы сонда. Ва рукубуха, оны мініп жүргенің үшін де сауап аласың дейді. Ва анафуха, оны жемдегенің үшін де сауап аласың дейді. Көрдіңіз ба? Ал енді адам үшін деген тұлпарға келген кезде, ол адамды пақырлықтан құтқаратын, жаңағы ары қарай көбеюге арналған, оның беретін нәрсесі тек сол дейді. Ал шайтан үшін деген нәрселер жаңағы юғалиқу алейхи раджулу ва юрахину, ана бәске арналған тұлпар, бәс тігуге, құмар ойынына кеткен тұлпар.